сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сәулет өнері туралы не білемін? Сөйлем мүшелері. Бірінші, мәтінді тыңда. Тақырыбына қарап, мәтін мазмұнын болжа. Сәулет деген не? Бұрынғы заманда баспаналар бір-біріне өте ұқсас еді. Әдетте олар бұтақтардан, қамыстан, кейінірек саз балшықтан тұрғызылды. Уақыт өте келе құрылыс салу ісі де өзгерді. Бай адамдар сәулетті сарайларда тұрғыза келді. Ондай сарайларды тұрғызу үшін шеберлік пен терең білім қажет болды. Тұрғын үйлерден басқа да құрылыстар, ғибадатхана, стадион, театр, кітапханалар салына бастады. Мұндай кешендер құрылысын ойлап тапқан адамды сәулетші деп, ал олардың туындыларын сәулет өнері деп атайды. Сәулет өнері адамдардың әдемі және ыңғайлы өмір сүруіне арналған өнер түрі. Енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші, мәтін мазмұнына тірек болатын сөздер. Баспана, сазбалшық, сарай, шеберлік, ғибадатхана, театр, кітапхана, сәулетші, сәулет өнері, әдемі және ыңғайлы өмір. Міне осылар мәтін мазмұнына тірек болатын сөздер. Мәтін бойынша сұрақтар үлгісі. Бұрынғы заманда баспаналар неден тұрғызылған? Бай адамдар қандай үйлерде тұрғысы келді? Қандай құрылыстар салына бастады? Сәулетші деген кім? Сәулет өнері дегеніміз не? Сұраққа жауап: сәулетші деген кім? Мәтін бойынша сәулетші ғимараттар мен құрылыстардың жобасын ойлап табатын, шеберлік пен терең білімге ие адамды біз сәулетші деп айтамыз. Сөйлемдердің тыныс белгісін дұрыс қойып жаз. Адамдар баспана салды. Баспаналар бір-біріне ұқсас болды. Кейін тұрғын үйден басқа да құрылыстар салына бастады. Бізде 3 сөйлем шықты. Сөйлем туралы білетінді еске түсір. Сөйлемдер саны және сөз саны. Адамдар баспана салды, 3 сөз. Баспаналар бір-біріне ұқсас болды, 4 сөз. Кейін тұрғын үйден басқа да құрылыстар салына бастады. Бұл сөйлемде 7 сөз. Сонда барлығы 3 сөйлем, 14 сөз шықты. Алғашқы сөйлемдегі сөздерге сұрақ қою. Адамдар баспана салды. Адамдар кімдер? Және мүшесі бастауыш. Баспана нені? Толықтауыш. Салды не істеді? Баяндауыш. Мәтінде 3 сөйлем, 14 сөз бар. Бірінші сөйлемде бастауыш адам, баяндауыш салды, ал толықтауыш баспана. Сөйлем құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз. Айдын мектепке келді. Кім? Айдын. Қайда? Мектепке. Келді. Не істеді? Келді. Үшінші жаттығу. Суреттегі ғимараттардың атауын қатыстырып сөйлемдер құра. Құраған сөйлемдеріңді жазып, әр сөйлемде неше сөйлем мүшесі бар екенін айт. Сөздің үстіне оған қойылатын сұрақты жаз. Үлгі. Балаларға бәйтерек мұнарасы ұнады. Кімдерге? Балаларға. Не? Бәйтерек мұнарасы. Қайтты. Ұнады. Және де суретте қан шатыр, Абай театры бейнеленген. Екінші. Адамдар қан шатырға демалуға барады. Кімдер? Адамдар. Қайда? Қан шатырға. Не істейді? Барады. Сұрақтар
Адамдар бізде бастауыш, қаншатырға пысықтауыш, барады, баяндауыш. 3 сөйлем мүшесі бар екен. 3-ші суретте Абай театры. Туристер Абай театрына келді. Кімдер? Туристер қайда? Абай театрына не істеді? Келді. 4-ші жаттығу жақшадағы сөздерді сөйлемнің мазмұнына қарай өзгертіп, мәтінді көшіріп жаз. Алматы хайуанаттар бағына келушілер тоғанда жүзіп жүрген ләйлектерге қызыға қарайды. Ләйлек көктаңға ұқсайды. Бірақ ләйлектің қауырсыны ашық түсті болып келеді, әрі бойы да биік. 2-ші сөйлемде неше сөйлем мүшесі бар екенін тап. Бізде 2-ші сөйлем ләйлек көктаңға ұқсайды. Бұл жерде ләйлек кім? Бастауыш, ал көктаңға кімге? Толықтауыш. Ұқсайды, не істейді? Бізде бұл баяндауыш. Бұл 2-ші сөйлемде бізде 3 сөйлем мүшесі бар екен. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркеліп алыңдар.